Түркияға апарамын деп алдап алып кеткен. Атыраудағы трагедияға күдіктінің анасы ел естімеген сұмдық жайтты айтты. Атырау облысында із-түзсіз жоғалып кеткен отбасының ісі әлі күнге дейін қоғам назарында. Бұл туралы Мәлім.кз сайты хабарлайды. Оқиғаға байланысты журналист Руслан Өтепбай арнайы зерттеу жүргізіп, авторлық бағдарламасы аясында Атырауға барып, істің мән-жайын анықтауға тырысқан. Тілші марқұмдардың туыстарымен кездесіп, олардың айтқан деректерін жария етті. Бағдарлама барысында күдікке ілінген азаматтың анасы Гүлнар сөз сөйлеп, отбасының бұрынғы өмірінен кей жайттарды баяндады. Қызым күйеу баламен Сирияға барған. 2019 жылы келді. Қызым күйеу баланың зорлығымен барып келді. Күйеу бала сол жақта қайтыс болды. Қызым аман есен келді. Сол кезде кеткенін естідім. Ұрыстым. Қазіргі таңда қызым 4 баласымен Атырауда тұрады. Басында күйеуі Түркияға апарамын деп алдап алып кеткен, деп жауап берді анасы. Қадірлі көрермендер, мына ақпаратты оқығанда бәрі одан сайын күрделеніп кеткендей көрінеді. Сирияға бару, зорлықпен апарды деген сөздер өте ауыр әңгіме. Егер рас болса, ол әйелдің басынан аз нәрсе өтпегені анық. 4 баламен елге оралып, өмірін қайта бастауда оңай емес. Бірақ бұл дерек қазіргі қылмыстық іске тікелей қаншалықты қатысы барын нақты тергеу ғана анықтайды. Әркімнің өткенінде түрлі қиындық болуы мүмкін. Соған қарап, бірден үкім шығару да дұрыс емес. Жалпы бұл оқиғада тым көп қайшылықты мәлімет айтылып жатқандай. Сондықтан эмоцияға берілмей, ресми қорытындыны күткен жөн. Ең бастысы, балалар аман болсын, ал шындық толық ашылса екен.